Жедел хабарлама. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлем және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарда біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуланған хабарларына тиісін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз басыдық. Молдова президенті дүниеден өтті. Молдованың алғашқы президенті Мирча Снегур қайтыс болды деп хабарлайды Бақ.кз. Интерфакс мәлім еткендей, Молдованың тұңғыш президенті Мирча Снегур 14 қыркүйекте қараған түні 82 жасында қайтыс болды. Ол 1990 жылдың 3 қыркүйегінен 1907 жылдың 5 қыркүйегіне дейін елді басқарған. Саясаткердің қазасы туралы ақпаратты бұрынғы вице-премьер Константин Тампиза растады. Снегур айықпас дертке шалдыққан көрінеді. Молдованың тұңғыш президенті Кишинев орталық мазарында жұбайының қасына жерленді. Видеоролик сізге пайдалы болған болса, достарыңызға жіберіп қойыңыз. Қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.